Жол жүрем бүгін, тағы да бүгін жол жүрем. Ел жаққа барам, жүрегім мелдеп елжіреп. Ауылдың нуы, ауылдың суы аңсатты, күйбен тірліктің дүрбең шулары шаршатты. Ассалаумалейкум достар. Біздің саяхатымыз ары қарай жалғасын табуда. Монғолиядан кейін енді біз өзіміздің жайлауымызға келдік. Ол өзім туған жерім Жетісуда орналасқан жайлау, Үйгентас жайлауы деп аталады. Міне дәл қазір сол Ой жайлаудан асып, Лестіден асып Үйгентас жайлауына келдік. Қазір міне бір қойшының үйіндеміз. Мына жақта қойлары жайылып жүр. Енді ары қарай сіздерге осы жайлаудың тыныс тіршілігімен таныстыратын боламын. Мұнда мен құрбыларыммен келдім. Алдағы уақытта олардың да түрлерін осы видеодан көріп қаласыздар деп ойлаймын. Алған әсерлерімен бөлісіп қалар деген үмітіміз бар. Ауылға барам, бәрі де туа сел жақта. Аңқылдай долар, қарамай долар бар жоққа. Ауылым жайлы, бауырым жайлы жыр жазам. Сүйеніп тұрып, анам сүйенген шарбаққа. Бауырым жайлы, ауылым жайлы жыр жазам. Сүйеніп тұрып, анам сүйенген шарбаққа. Мынау жаңағы бір отар қойдың ішінен ұстап алынған тоқты қазір қонақ ретінде бізге сойлап, бұдан сірне жасап береді. Енді сенде азық жоқ, бізде азық жоқ деп сойып жеп аламыз. Жайлаудың төрінде сірнеге сойлайын деп жатқан тоқты, сондықтан да бұйыртып жегішсім. Жол жүрем бүгін, бармасам елге болмайды. Тынысымда жан, тіреймін елге маңдайды. Ет жақындарым аттанып кеткен келмеске. Көз көргендерде азайып қаптау сол қайғы. Қайрат, қалай бағаның жармай ма? Сол айтам, біз түсірмейік қой, есті қарады. Менде баға түскен жоқ бұта. Бұзадым дейді. Орталарым. Ауылға барам, бәрі де туа сел жақта. Аңқылдай дола. Төрт құбылан тең болсын деген әңгіме екен дейді. Сондықтан да мәке, енді мынау бізді бүгін осындай жағдайға жеткізіп, осындай балаларымызды керемет жайлаудың төріне алып келіп отырғаныңа өте көп рахмет. Жоқ. Сондықтан да мынандай дастархан сіздің және де мынандай менің балаларымның, қонақтарымның құрметіне жасалып жатқан дастархан. Сондықтан да амин деп бата берейік. Асымызға адалдық, басымызға амандық берсін. Оң жағыңа қарасаң, күмістен терек орнасын. Сол жағыңа қарасаң, алтыннан тереге орнасын. Еш жамандық болмасын. Біздің балаларымыз әрқашан бақытты да мансапты өмір сүрсін. Әумин. Міне менің жанымда қойшының көмекшісі тұр, аты Қайрат. Жасың қаншада, Қайрат? 24-те. Қазір осында қой бағып көмектесіп жүр. Қанша уақыт болды мұнда келгеніңе? Жалпы қалай, өзіңе ұнап жатыр ма, жайлау қалай? Қанша уақыт болды? Апрельден бастадым. Апрельден бастап жүрсің, е? Біраз уақыт болыпты ғой. Осы жайлау туралы айтып берші, бұл жайлауды бірінші рет көрдің ба, жалпы қандай, әсерің қандай? Бірінші рет келіп? Тамаша екен. Тамаша екен. Қой бағу қиын емес па? Жоқ, қиын емес,
Оңай ма? Қандай енді өзінің артықшылығы бар, қандай кемшілігі бар қой баққанның? Әр адам әртүрлі ғой. Біреусіне қиын болады, біреусіне оңай болады. Сондай ғой. Ал қойға не енді мен білем, қасқыр деп атауға болмайды, ит құс деп атайтынын білем, енді бірақ біздің көрермендеріміз түсінбей қалмасын деп айтып отырмын. Сіз жалпы қасқыр шапқан кез болды ма сен келгелі бері? Болды бір, 2 рет болды. 2 рет? Қалай нені қойды алып кетті ма сонда? Жоқ. Бұлай ит үрген көрдім. Аха. Сосын? Қасқыр шапқан жоқ. Қасқырдың келгенін көрдіңдер, иә? Сосын? Мылтықтарың бар ма? Мылтықпен атасыңдар ма? Атады. Аха. Сөйтіп қойды аман алып қалдыңдар. Басқа қандай қызықтар болады өзі жайлауда? Жайлауға келген адам не көре алуы мүмкін, не қызық бар мұнда? Дым мысық па? Біздің жайлаудағы бірінші күніміз осылай аяқталды. Міне кеш батты, қазір ұйықтайын деп жатырмыз. Енді ана қазақ үйде кішкентай болған себепті және өзімізге де қызық болған себепті міне мынандай шатырды тігіп, осында жатпақ ойымыз бар. Бүгін түнде осында ұйықтаймыз. Өздеріңіз анау алыстан көріп тұрсыздар. Әні қой иіріліп жатыр мына жақта. Мына жақта біздің тоқтаған үйіміз тұр, қазақ үй. Ал біз мынандай шатырда ұйықтайтын боламыз. Жақсы, ұйықтауға кеттім. Қайырлы түн.